Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен наггетс жасаймыз. Өте дәмді, жақсы шығады. Әсіресе балаларыңыз тез жеп қояды. Ол үшін бізге осылай тауықтың филесі керек. Міне дәл видеодағыдай етіп филені турап аламыз. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басыңыздар және барлық видеоларға лайк басып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен турап алған филелерімді мен бірінші тұздадым. Бұрыш, тұз қосып, дәміне қарай сізге ашытынаса ашытырақ қылдырып, ашытынамаса өте көп тұз, бұрыш қоспайсыз. Жақсылап тұздап алғаннан кейін бізге жұмыртқа керек, сосын панировочный сухарий керек. Бірінші жұмыртқаға малып аламыз, сосын панировочный сухарийға малып, тура осылайынан етіп дайындап аламыз. Духовканың ыдысына салып 30 минуттай пісірамыз. Өзіміздің духовкамызға байланысты. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің наггетсы өте дәмді болып дайындалып шықты.